ақштағы Кенсвит қаласында 17, биіктігі 16. Жастардан бұлға екі қолыңыз көтерілген түсті. Бас иіп бізде ая, бізде ая. Бас иіп бізде ая, бізде ая. Көз ауыз мұрын және құлақ айтамыз. Бас иіп бізде ая, бізде ая. Апай, мен екіншісіне келдім. Апай, мен біттім. Апай, мен біттім. Өте жақсы. Жарайсың. Бүгінгі біздің үйренетін әніміздің өзі киіз үй туралы ән екен. Арашықтың бірден деп жасалған жарастар. Берекелі күндерде көрінген көз аспан. Мына менің қолымдағы сиқырлы шаршы. Осы шаршы бойынша мен сендерден қазір сұрақ қоямын. Бұл шаршы сендерге ал Ералы. Ералға не түседі екен? Мынау деген не? Сықырлауық бұл киіз үйді. Есігі жарайсың ал. Не түсті? Мынау? Керегесі. Дұрыс айтасың. Шаңырағы жарайсың. Не себепті мен домбыраны қойдым? Әр киіз үйде қазақтың домбырасы және қамшысы ілініп тұрады. Ол біздің дұрыс айтасың, мен мына жерге қамшы да қойған мысалы, қамшысы ілініп тұрады. Себебі бұл киіз үйге қатысы бар ма?